Қалайсыздар? Жақында бір жағдайды көріп қатты қынжылдым. Мусорға бесікті шығарып тастаған. Ол деген кезінде ата-бабамыз оны қасиетті санаған. Қазір соны ұғынбай ма, түсінбей ма, білмеймін енді, бірақ. Енді сол бесік жайлы айтып жатыр екем, сол жайлы сіздерге біраз мағлұмат беріп кетейін. Мен үй жинап болғанша тыңдап көріңіздер. Бесіктегі бала шошынып жылай берсе, ұйықтай алмаса, қорғасынды ертіп жерге құяды. Сонан кейін құйылған қорғасынның пішініне қарап, баланың неден шошынғанын, ұйықтай алмағанын жориды да, сол қорғасынды бесіктің басына іліп қояды. Бесікті бейуақытта сыртқа шығармайды. Нәрестені 6 айдан асқанша үйде жалғыз қалдырмайды. Өйткені қараңғылық пен жарық жер бетінде таласып тұрған кезде бақ пен сор да тез алмасады. Перілер мен жын соғысып жатады дейді. Осы кезде ұйықтауға да болмайды. Бейуақтың күнәсі жабысады деп ырымдайды. Кіндігі қатпаған сәби осы мезгілде үйде жалғыз жатса, шошынады. Перілер баланы алып кетіп, орнына өздерінің ақыл-есі дұрыс емес баласын тастап кетеді деп жориды. Кейде баланың ұрық безі бұзылып, рухынан айырылады. Сондықтан қасына адам үзілмегені жақсы. Бесікке қолданып жүрген түбекті, шүмекті төңкермейді. Себебі түбек пен шүмек нәрестенің рахаты үшін жасалған мүліктер. Оны төңкеріп қойса, ішіне кір жабысады. От басына қойса, қурап семеді. Сондықтан таза жуып, күн көзіне қақтау керек. Үйтпесе бала қуғы тұтылып, ауырады деп ырымдайды. Қайсысы болса да осыларды ұғып жүрген жақсы. Бесікті киелі санаған, оның бетін жауып биікке қойып қойған. Киені далаға теуіп, кесірге ұшырамайық. Қадірлейік. Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.